Қазір 5-6 жігіт көшеде тұрады, не болмаса бір отырыста, сөйтіп ортада бір сұрақ пайда болады, дін жағынан. Сонда қараңыздар, жаңағы 5-6 таласады жауап беруге. Біреу айтады, ол деген мынандай ғой деп жауап бере бастайды да. Екіншісі сонда тұр, жоқ, ол бұндай деп жауап беруге асығамыз. Фатуа беруге асығамыз да қазір біз. Кейін олардан сұрайсыз ғой, жауап өзі хадистен, Құраннан болды деу керек еді ғой. Оларға қайдан алдың десе, таксиде біреуден естігем, автобуста біреуден естігем, ана бір отырыста біреуден естігем деген жауаптар да. Қараңыз, ағайындар, жауапкершілігі қандай екенін айтайын. Алла Тағала Құран-ы Каримде айтады, білмесеңдер, шынайы білім егелерінен сұраңдар дейді. Сіз енді жауап беретіндей білім егесіне жатасыз ба? Өзіңізді білім егесінемін деп санайсыз ба? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, бір адам жаңа осы діни жағынан сауал қояды ғой. Егер бір адам соған жауап берсе, егер ана адам шатасып жауап беріп қойса бар ғой, енді түсінікті, анау қателесейін деп тұр ғой. Оның қателескен үшін жауап берген адам да күнәсін ортақ болып алады, адастырған үшін. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тағы да айтады, кімде-кім менің атымнан дейді, пайғамбар саллаллаху айтпаған нәрсені айтты деп жалған сөйлесе, не болмаса айтқан нәрсені айтпады десе, өзіне тозақтан орын дайындай берсін дейді. Жауапкершілігі қандай екенін түсініп отырсыз ба? Ойлаңызшы, неңіз бар? Өз-өзіңізге ауыртпашылық іздеп неңіз бар? Сізге мін көшеде тұрсыз, бір адам сұрақ қойды ма, сізге жауап беру міндет емес еді ғой? Сіздің жұмысыңыз емес еді, сіздің мамандығыңыз емес еді ғой ол? Неңіз бар мойныңызға жүк арқалап? Бұл имамдардың, ұстаздардың жұмысы еді ғой. Мен мысалы үшін осы ауылда имамым бар, мен жауап беру менің міндетім. Бірақ маған сұрақ қойса, мен дырылдап жауап бере бермеймін ғой. Мен алдымен сұраймын оны ұстаздардан. Мынандай сұрақ болып жатыр, не десем болады деп сұрап бар. Басым екеу емес қой менің. Не дейді? Дәрігер шатасса адам өлтіреді дейді. Молда шатасса діннен шығарады дейді адамды. Сол үшін жігіттер, бұл нәрсеге асықпайық. Неге асығасыз жауап беруге? Қараңыз, бір ақсақал бір ауылға келеді. Үлкен жиын болып жатыр. Сөйтіп, бесін намазының уақыты болған кезде, ақсақал намаз оқуға кетеді да, бесін намазын мешітке барып оқып келеді. Сөйтіп, енді ана үйде қызметте жүрген адамдар бар ғой. Мысалы, бүгін осы жерде 2-де намаз оқылатын болса, ана үйдің қызметкерлері енді алады да, бір 2:30-дарда енді бізде намаз оқып аласайық дейді ғой. Сонда жаңағы ақсақал айтады, болды, сендер намаз оқымаңдар, қаза қылып оқисыңдар. Өйткені мешітте 5-ін оқылып қойды ғой, 2-де еді ғой уақыты. 2:30 болды ма, болды, сендердің намаздарын қаза болды деп 5-ін намазының қазасын оқытқанда. Енді айтам да, ана қария қияметте мынау кісілердің 5-ін намазын жауап бермейінше жәннатқа кірмейді. Жауап береді. Сақал қойдың, тақия кидің, болды емес, сенікінің бәрі дұрыс деген сөз емес қой. Сол үшін жігіттер, фатуа беруге асықпайық. Жауап бересіз ертең әр сөзіңіз үшін. Сіздің міндетіңіз емес ол. Білмеймін деп айтсаң, намысын құлай ма? Білмеймін десей, білмейтін нәрсені білмеймін деп айту намыс емес қой ол. Не болмаса, жаңағы сұрақ қойып жатқан адамға қатты жайның ашып тұр ма? Онда айт. Мынандай ұстаздың номерін білетінем, осыдан сұра. Не болса, мына имамнан сұра деп. Қазір садақа сұрап жүрген адамдардың өзі iPhone ұстап жүрген заман ғой. Бәрінде телефон бар ғой. Ұстаздардың телефон номерін алып беріңіз, тауып беріңіз, содан білсін, жаныңыз ашитын болса. Бірақ фатуа беруге асықпаңыз.